Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір өте керемет техникамен бөлісемін. Бұл техника жаңа жылда, жаңа жыл сізге бақыт байлығымен, сәттілігімен, қуаныш, керемет көңіл күймен осы жылды өткізу үшін арналған техника. Бұл техниканы 27 желтоқсаннан бастап жаңа жылға дейін 1 январға дейін жасау керек. Осы 27 мен 1 январдың аралығында жасауға болады. Себебі жаңа жыл болмай тұрып жасау керек. Яғни 31 желтоқсанның сағат 12-ге дейін жасап үлгерсеңіз болады. Бұл өте қарапайым техника болғанымен өте действенный, өте нәтижесі зор болады. Өзімде жасап жүрмін. Сондықтан сіздерде жасауға кеңес беремін. Менің де шабытым оянып, жақсы техникаларды салуға септігін тигізсін. Лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Түсінбеген заттарыңызды комментарийдан сұрауға болады. Болды достар, көп сөйлемей мен түсіндіруге көшейін. Бұл техника үшін бізге любой свеча керек. Егер көбіңіздің проблемаңыз свеча ғой, сіздің таба алмаймыз деп, любой свеча керек. Восковая, церковная деп айтпаймын. Парафиновый кәдімгі свечаларда болады, және тортқа арналған, дым болмаса тортқа арналған свеча болады сізге. Одан кейін сізге осындай бос ыдыс керек, және осындай сахарный песок керек. Егер сахарный песок болмаса, онда мед та болады. Мед дегеніміз балда. Жарайды бұл техника үшін. Барлығын түсіндіріп өтейін. Осы бос ыдысқа, сразу осылай салып қойуға болмайды. Бұлай кәдімгі бос ыдысқа. Осылай сахарный песокты саламыз. Бос ыдысқа саламыз да, манағы свечамызды, мен қысқа свеча не қылам, үлгішінде, манағы свечаны, мысалы, мен тек үлгішін қысқа свеча алдым. Сіздер новый свеча аласыз. Міне, қақ ортасына өстіп, свечаны песоктың қақ ортасына осылай қойып қоямыз. Свечаны жағамыз, міне достар, свечаны жағамыз. Жаққаннан кейін дұғаны 7 рет оқисыз. Дұғаны 7 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін ішіңізден былай айтасыз. Мына жанып тұрған свечаға қарап, отына қарап. Осы жыл маған сәттілігімен, бақытымен келсін деп айтасыз. Тағы 1 рет оқисыз дұғаны, тағы солай айтасыз. Осы жыл маған сәттілігімен, бақытымен келсін деп тағы айтасыз. 3-ші рет оқисыз дұғаны, 3-ші рет дұғаны оқып болғаннан кейін жаңағы сөзді тағы қайталайсыз. Осы жыл маған сәттілігімен, бақытымен келсін деп. 4 рет оқисыңыз дұғаны, 4-ші рет, тоже 5-ші рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін тағы манағы сөзді қайталайсыз. Осы жыл маған сәттілігімен, бақытымен келсін деп. 6-ші рет оқисыз, тағы манағы сөзді қайталайсыз. Дұғаны 7 рет оқисыз ғой, енді 7-ші рет оқып болғаннан кейін осы жыл маған сәттілігімен, бақытымен келсін деп осы отқа қарап тілек тілейсіз. Сондай тілек тілейсіз. Дұғаны 7 рет оқып болдыңыз, жаңа сөзді қайталадыңыз. Одан кейін мына свечаның жанып болуын қадағалайсыз. Свеча жанып жатқан кезде сіз басқа жұмыстармен айналысуға болады. Свеча полностью жанып болу керек. Егерде свеча тап мына түбіне келіп қалған кезде, песоктың, оны былай кішкене не істейміз, бүйтіп көтеріңкіреп қоямыз. Чтобы негізі былай свечаны полностью жағуға тырысыңыз. Барлығы свечаның жанып кету керек. Осылай көтеріп. Міне достар, свечаны қалдығын алып атырмын. Жанып болды дейілік. Міне, менің свечам жанып болды.
Свечаның түсі тек қара болмау керек, одан басқасыларының барлығы болады. Міне мен теріп алдым песоктың ішінен қалдығында. Осыны егер үйіңізде гүл өсіп тұрса, сол горшокқа гүлдің горшогына лақтырып тастауға болады. Көнбейсіз, просто лақтырып тастайсыз. Ал егерде үйде гүл өсірмейтін гүліңіз болмаса, онда бұны любой ағаштың түбіне лақтырып тастайсыз. Көнбейсіз, тек лақтырып тастайсыз. Бірақ бұны мусорға салуға болмайды, мусорға лақтыруға болмайды. Одан кейін мына песокты не істейміз? Бұл песокты немесе балды, мёдты біздер 1 қаңтардан бастап, январ ғой, қаңтар, 1 январдан бастап қолдануымыз керек. Осыны 7 январға дейін бітіруіміз керек. Одан бұрын бітіп қалса бола берсін, біте берсін. Но 7 күннің ішінде осыны песокты біздер бітіруіміз керек. Сондықтан сіздер кішкентай ыдыс аласыз ба, чтобы песок аз салу үшін. Осы песокты 1 январдан бастап шайға салып ішесіз ба, немесе бұдан торт пісіресіз ба, кекс пісіресіз ба, бірдеме пісіріп, осыны 7 күннің ішінде таусыларыңыз керек. Одан бері 3-4 күннің ішінде бітіп жатса, онда да болады. Болды достар, сіздерге техника түсінікті деп ойлаймын. Дұғаны комментарияға бекітіп қоямын. Сол жерден қарап алсаңыз болады достар. Сәттілік.